Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі видеода біз 4-ші сыныптың 2-ші БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Hello dear students, in this video we're gonna perform the second summative assessment tasks. Let's get started. Олай болса бастайық. Бұл жерде екі тапсырма берілген. Біріншісі reading, оқылым, және де writing, жазылым. Reading. Task 1. Read the text, use the words and pictures. Бірінші тапсырма. Төменде берілген мәтінді оқуымыз керек, және де сөздерді, суреттерді қолдануымыз қажет. Олай болса, бірінші осы төмендегі мәтінді оқиық. Dana's garden. Дананың бау-бақшасы. Dana has got many flowers in her garden and loves them, but her favorites are daisies, tulips, daffodils. Бірінші сөйлемді аударайық. Дананың бақшасында көптеген гүлдер бар, және Дана оларды жақсы көреді. Бірақ оның ең сүйікті гүлдері ромашка, қызғалдақ және нәркестер. Tulips and daffodils come up every spring, and daisies come up later in summer. Қызғалдақтар мен нәркестер көктем сайын шығып гүлдейді, ал ромашкалар болса кейінірек жаз мезгілінде гүлдейді. These plants live long. They come up every year and make the garden bright. Бұл гүлдер, бұл өсімдіктер ұзақ өмір сүреді. Олар жыл сайын гүлдеп шығып, бақшаны ашық түстерімен жарқыратады, яғни түрлі түсті түстерімен әсемдейді деген мағынада. The garden makes Dana happy and healthy. Бұл бау-бақша Дананы бақытты әрі дені сау етеді. Dana likes to take care of the garden. She loves spring because she can go to the flower market to buy her annuals. Дана бақшаға күтім жасағанды ұнатады. Ол көктемді жақсы көреді, өйткені ол бір жылдық өсімдіктерді сатып алу үшін гүл базарына барады, осы көктем мезгілінде. The annuals live only one season, but they add a lot of color to the garden and emotions and feelings to Dana. Бір жылдық өсімдіктер тек бір маусым ғана өмір сүреді, бірақ олар бақшаға түрлі түсті түстер қосады және Данаға жағымды эмоциялар мен сезімдер береді. Құрметті оқушылар, біз мәтінді толығымен оқып, мағынасын түсіндік. Енді төменде берілген тапсырмаларды орындайық. Write true or false next to the sentence. Төменде берілген сөйлемдердің қасына true, рас, дұрыс, немесе false, дұрыс емес, жалған деп жазып шығуымыз керек. Мына жерде мысал берілген екен, соны оқып көрейік. Example. This is a story about tulips. Бұл хикая тек қана тюльпандар туралы дейді. Бұл ақпарат дұрыс емес, жалған, себебі мәтінге назар аударатын болсақ, бұл хикая Дананың бақшасындағы гүлдер туралы. Біріншісі. Dana has got only daisies, tulips and daffodils in her garden. Дананың бақшасында тек қана түймедақтар, қызғалдақтар және нәркестер бар дейді. Бұл сөйлем дұрыс емес, яғни false. Өйткені бірінші сөйлемге назар аударатын болсақ, Дананың бақшасында көптеген гүлдер бар екенін айтады. Яғни тек қана осы 3 гүл емес, көптеген гүлдер бар. Сол себепті бұл сөйлем дұрыс емес, false. Екінші сөйлем. Daisies appear later in spring. Түймедақтар көктемде кейінірек гүлдейді дейді. Бұл ақпарат та дұрыс емес, себебі түймедақтар кейінірек жазда гүлдейді. Dana is healthy and happy in her garden. Дана өзінің бақшасында бақытты әрі оның дені сау. Бұл ақпарат дұрыс, true, себебі бірінші абзацтың ең соңғы сөйлемінде Дананың өзінің бақшасында бақытты әрі дені сау екені айтылған. Төртінші сөйлем. Dana loves to go to the flower market in summer. Дана жаз мезгілінде
гүл базарына барғанды ұнатады дейді. Бұл ақпарат дұрыс емес, яғни false. Себебі Дана гүл базарына көктемде, яғни spring, көктем мезгілінде барғанды ұнатады. 5-ші сөйлем. The annuals are plants that live only 1 year. Bir жылдық өсімдіктер, бұл тек бір жыл ғана өмірі бар өсімдіктер. Бұл ақпарат дұрыс, true. Келесі тапсырма бұл writing, яғни жазылым. Task 2. Write 4 sentences on the topic. Use imperative forms. Write 2 positive and 2 negative commands. Use pictures. Екінші тапсырма. Тақырыптар бойынша 4 сөйлем жазыңыз дейді. Бұйрық рай форматында жазыңыз. Және де осы 4 сөйлемнің екеуі болымды түрде, екеуі болымсыз түрде болуы қажет. Және де сөйлем құраған кезде төменде берілген суреттерді қолдансақ болады. Мына төменде мысал берілген екен, сөйлемді қалай құрау қажеттігі жайлы. Соған назар аударайық. Бірінші бұйрық райдағы сөйлем болымсыз түрде берілген екен. Don't cut the trees. Яғни ағаштарды кеспеңдер, ағаштарды шаппаңдар дейді. Бұл болымсыз түрде. Енді болымды түрде бұйрық райлы сөйлем жазылған екен. It's home for many birds. Ағаштар көптеген құстардың үйі. Келесі. Save birds and animals. Құстарды және де жануарларды қорғайық, сақтайық. 4-ші, бұл да болымсыз түрдегі бұйрық райлы сөйлем. Don't kill animals and birds. Құстарды және де жануарларды өлтірмеңдер дейді. Осы секілді біз сөйлемдер құрамыз қажет. Ол үшін мына жерде жазылған екен. You can use the words collect, reduce, reuse, water, clean and put. Осы төменде берілген collect, жинау, reduce, бір нәрсені қолдануды азайту, reuse, бір нәрсені қайтадан қолдану, water, су, clean, тазалау, put және қою сөздерін қою арқылы 4 сөйлемді жазуымыз керек. Құрметті оқушылар, мен сіздерге төменде өзім жазған 4 сөйлемді жаздым. Осыны қолдансаңыздар болады. Бірінші сөйлем бұл болымды түрдегі бұйрық рай. Plant a tree. Бұның мағынасы ағаш отырғыз. Екінші, болымсыз түрдегі бұйрық рай. Don't throw garbage. Мағынасы мусорларды, қоқыстарды лақтырма. Қоқыстарды лақтырмаңыздар. Үшінші, keep nature clean. Табиғатты таза ұстаңыздар. 4-ші сөйлем. Don't pollute the oceans and rivers. Бұл 4-ші сөйлем болымсыз түрдегі бұйрық райлы сөйлем. Мағынасы мұхиттарды және де теңіздерді ластамаңыздар. Құрметті оқушылар, 4-ші сыныптың 2-ші БЖБ тапсырмаларын аяқтадық. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар. Dear students, we finished the second assessment task. I hope this video was helpful to you. See you in the next videos. Goodbye.